Сәлеметсіз бе достар? Бизнесіңіз үшін жаңа мүмкіндіктер ашқыңыз келе ме? Мысалы, заңды тұлғалармен жұмыс істеп, көп тапсырыс алып, қызметкерлер жалдағыңыз келе ме? Біз жеке кәсіпкер ретінде жұмыс істеудің барлық артықшылығы туралы айтып береміз. Және сізге ең тиімді салық режимін таңдауға көмектесеміз. Егер қызмет салаңыз мына тізімде көрсетілсе, бір жылдағы табыс 3528 айлық есептік көрсеткіштен аспаса, және жалдамалы жұмысшыларыңыз болмаса, сізге арнайы салық режимі патент қолайлы. Салық режимдеріне мысал келтірейік. Айжан Шаштараз жалғыз жұмыс істейді. Клиенттері жеткілікті. Айжан жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп, патент арнайы салық режимін таңдады. Оның қызметі патентпен жұмыс істеуге рұқсат береді. Айжанның бір жылдағы табысы рұқсат етілген шектен аспайды. Демек оған патент қолайлы. Патент бір айдан бір жылға дейін беріледі. Айжан қызметі туралы есепті 2 рет тапсырады. Қызметі басталғанда, онда салықтар мен аударымдарды қосқанда, патенттің болжалды құнын көрсетеді. Екінші есепті есеп кезеңі аяқталғанда өткізеді. Ол жерде нақты табысын көрсетеді. Бұл есепті салық төлеушінің кабинеті сайтында немесе қағаз түрінде 911 нысанмен тапсырады. Басқа арнайы салық режимдеріндегі сияқты жеке кәсіпкер жалақыны өзі белгілейді. Бұл патенттің құны. Сома ең төменгі жалақыдан аз болмауы керек. Айжанның бюджетке төлейтін аударымдары. Жалақы негізіндегі жеке табыс салығы, зейнетақы жарналары, әлеуметтік төлемдер және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру. Айжанның жолдасы Мұрат та бизнеспен айналысады. Базарда 2 бутигі және 4 сатушысы бар. Сондықтан Мұрат оңайлатылған салық декларациясы арнайы салық режимін таңдады. Бұл салық режимі жеке кәсіпкердің өзін қосқанда, жұмыскерлердің саны 30 адамнан аспайтын шағын кәсіпорындарға қолданылады. Мұндай кәсіпорындардың бөлімшелері және филиалдары жоқ. 3 компонентті интеграцияланған жүйені, яғни кассалық аппаратты, посттерминалды және тауарлар мен қызметтерді есепке алу жүйесін қолданбағанда, жарты жылдағы айналым 24038 айлық есептік көрсеткіштен аспайды. 3 компонентті интеграцияланған жүйемен айналым 94086 айлық есептік көрсеткіштен аспауы керек. Видеоны үзіліске қойып, қызмет саласындағы шектеулермен танысыңыз. Мұрат салық декларациясын жарты жылда 1 рет салық төлеушінің кабинеті сайтында немесе қағаз түрінде 910 нысанды толтырып, 15 ақпанға дейін және 15 тамызға дейін тапсырады. Жауапты кәсіпкер ретінде Мұрат әр айдың 25-не дейін өзі үшін ғана емес, өз жұмыскерлері үшін де мына жарналар мен аударымдарды төлейді. Жеке табыс салығы, жалақының 10%, зейнетақы жарналары 10%, әлеуметтік аударымдар 5% және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жарналары. Ең төменгі жалақының 1,4 еселенген мөлшерінің 5%. Келесі бейнелерде біз басқа салық режимдері туралы сөз қозғаймыз. Бізбен бірге болыңыз.